Бұл Түркістан облысы Қазығұрт ауылында болған оқиға. Видеода ер адам кішкентай екі ұлды қорқытып, балағаттап, аяусыз сабап жатыр. Таяқ жеген 7 және 9 жастағы ағайынды балалар. Сабап жатқан әкесі. Әлеуметтік желіде балаларды ұрып жатқан адамның әйелімін деген адамның пікірі жарияланды. Онда отағасы арақ ішіп алса, үнемі ұлдарын ұратыны, 2 рет полицияға арызданып, еш нәтиже шықпаған айтылған. Бұл оқиғадан соң балалардың әкесі ұсталды, қылмыстық іс қозғалды. Қоғам мұндай оқиғаларға немқұрайлы қарайды деген сарапшы сөзінше, үйдегі әлімжеттікке кедейлік, жұмыссыздық сынды түрлі фактор әсер етеді. Ребенок остается без защиты. Бала қорғансыз, үйде ұрып соғады, ал оны қорғауы тиіс орган баланы емес, өзінің репутациясымен әлек. Сондықтан қамқоршылық органын білім министрлігі қарамағынан шығарып, атқарушы органға өткізіп беру керек. Яғни әкімдік жанындағы құқық қорғау, әлеуметтік және медициналық қызметтің бәрін тоғыстырған бір органға беру. Сонда ғана тәртіп болады, әйтпесе салада береке жоқ. Елде отбасы мәселесімен жүйелі түрде ешкім айналыспайды. Системно работой семьи никто не занимается. Бала құқығын қорғаушылар мұндай пікірді көптен бері айтып келеді. Әсіресе тұрмыстағы жанжалды реттейтін заң 2015 жылы ізгіленіп, жәбірленушіге қолданылатын жаза жұмсарған соң сын тіпті күшейген. Осы ретте мәжіліс депутаттары үйдегі зорлық-зомбылыққа қатысты өткен аптада ғана жаңа заң жобасын мақұлдады. Жоба бойынша әлімжеттік көрсетуші әрекетін 2-ші рет қайталаса, қылмыстық жауапқа тартылады. Данный родитель, конечно же, балаларына қатыгездік танытқан ата-ана қылмыстық жазаға тартылуы керек. Бұл бір емес, жүйелі түрде қайталанып тұрған жайт. Мұны қинау тіпті азаптау деуге болады. Өйткені бала әкесіне жауап қайтара алмайды. Ал әке шешесі баласына ойына келген істесін дейтін азаматтарға олар қателеседі дегім келеді. назвать пыткой. ЮНИСЕФ-тің балалар қоры дерегіне қарағанда, Қазақстанда ересектердің 75% балаға қол көтеруге болады деп есептейді. Ішкі істер министрлігінің дерегінше, биылғы 8 айда елде тұрмыстық әлімжеттікке қатысты 130 мың арыз түскен, 2,5 мың бойынша қылмыстық іс қозғалып, 30 мыңына әкімшілік іс қозғалған. Әсемгүл Мұхитқызы, Тимур Айтмұхамбет, Азат Ньюс.